Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында өте дәмді сусын, жазды күні ішілетін хит сусынның бірі мохитоны дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ол үшін бір стақанға құм шекерімізді саламыз. Үстінен қайнаған ыстық суды құйып, жақсылап араластырамыз. Қалауыңыз бойынша краситель қоссаңыз да болады, ол тек әдемілік үшін. Мен сухой краситель қолдандым, қаласаңыз қоспай да жасай беруге болады, ол дәміне әсер етпейді. Жақсылап араластырып аламыз. Бірнеше минутқа қанты ерігенше қалдырамыз. Енді бізге лимон, лайм және мята қажет болады, дөңгелектеп турап алатын боламыз. Апельсин, киви қоссаңыз да болады, дәмі ерекше дәмді болып шығады. Достар, менің арнамнан ерекше торттардың, пирогтардың рецепттерін таба аласыз, сондықтан жіберіп алмас үшін видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып қойыңыз. Мятаны осылай бөліп дайындап аламыз. Енді сусынды дайындайтын ыдысымызға кесілген лимон тілімдерін, лайм тілімдерін және жалбызды қосатын боламыз. Үстінен жаңағы дайындалған тәтті сиропымызды құямыз. Жарты бөлігіне газдалған сусыннан құямыз. Жарты бөлігіне спрайтты құйып, жақсылап араластырамыз. Қасықтың көмегімен қозғап аламыз, астындағы құмшекерлеріміз қалып кетпес үшін. Өте дәмді дүкеннің мохитосынан 2 есе тәтті болып шығатын үй жағдайындағы сусынымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Өте дәмді рецепттер бар. Сіздермен болған Мадина.